Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді фри дайындайтын боламыз. Балаларға арнап, сол үшін видеоның соңына дейін қарасаңыздар болады. Бізде тарелкаға түскен бойда біздің балалар сразу жеп қояды бұны. Давайте бастаймыз. Өздеріңізге қалағанша қанша көлемде жасасаңыздар, сонша картошка аласыздар. Мен бір 7-8 штук картошка алдым. 2 рет пісіріп аламын оны. Осылай етіп турап аласыздар барлығын. Көлемдері бірдей болғаны дұрыс, өйткені қалың болып кетсе, ол пісуі қиын болады. Барлығының көлемі бірдей уақытта болса, бірдей піседі. Барлығын турап болғаннан кейін салқын суға бір шайып аламыз да, салқын суға тағы да бір 5 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін барып, оны сүлгіге жайып тастап, бетін қағаз майлықтармен сүртіп аламыз кепкенше. Содан кейін оны ыдысқа салып, сушеный чеснок және паприка, қызыл красный паприкамызды қосып, әбден араластырамыз. Және тұз қосамыз оған. Сосын барлығын араластырып болғаннан кейін шамалы кәдімгі сұйық май құйып, оны да қосып араластырамыз. Барлығы толығымен араласып болғаннан кейін формаға майды құйып, жағып, оған барлығына бірдей етіп саласыздар. Бірінің үстіне бірін салып тастамаңыздар. Осылай саласыздар. Бір 30 минутқа қойсаңыздар, сол 30 минут уақытта піседі. Енді ол да сіздердің газдарыңызға байланысты. Міне пісті, өте дәмді болады. Балаларыңыз сүйіп жейтін болады. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар.